ғой, Саматжан. Несібеңнен құр қаларсың. Ата, қандай несібе? Неден құр қалам? Адамдардың несібесін Алла тағала күн шықпай жатып, періштелер арқылы таратады. Сондықтан қазақта ерте тұрған еркектің ырысы артық, ал ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деген. Әне әжең сиыр сауып отыр, қазір сүт пісіреді. Ата, сіз бүгін тау баурайындағы жеміс бағына барамыз дегенсіз. Иә, Саматжан, атқа арба жегіп, қайтарда шөп алып келеміз. Алақай! Ақтөс, сен де бізбен бірге жүр. Қандай керемет табиғат. Таулар, бұлттар, құстардың сайрауы қандай керемет. Ақтөс, қарашы. Анау аспандағы қалықтаған қыранды көрдің бе? Ол біздің еліміздің туында тұр. Күн астындағы қыран бүркіт. Я балам, көк аспанда самғаған қыран еркіндіктің белгісі. Ата, біз бара жатқан бауды сіз ектіңіз бе? Иә, жеміс ағаштарын егіп, оларды баптап өсірдім. Ал, кім үшін ектіңіз? Балам, адамдар үшін. Жолаушылар сол баудан жеміс жеп, саясында демалады. Ал сіз оларды танымайсыз да ғой? Ол маңызды емес. Құранда мен сендерге жерді дастархан ретінде жараттым деген Алланың сөзі бар. Ол баудан жеміс жеген әрбір адам, жолаушы сол дастарханнан дәм татады. Яғни менің еңбегім Алла разылығы үшін. Ата-бабаларымыз еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген. Ал жерге түскен жемістерді құрт-құмырсқа, құстар жесе де үлкен сауап болады деп айтылған. Әне қараш, жердегі құрт-құмырсқа да өз несібелерін жерден теріп жүр. Қандай ғажап. Ұлыстың ұлы күні Наурызда тал егу, жеміс ағаштарын отырғызу дәстүрімізге еніп кеткен. Біз айналамыздағы табиғатты аялап қорғауымыз керек. Ұқтың ба, балам? Бір тал кессең, 10 тал ек деген сөз соны меңзейді. Ата, мен келесі Наурызда осында келіп бауға жеміс көшетін ексем бола ма? Әрине айналайын. Құдай қаласа, 5-6 жылда еңбегінің жемісінде көресің. Міне, біз бауға да келіп қалдық. Алақай, Ақтөс артта қалма. Қандай керемет бау. Мен енді бұл бауды атам еккен деп айтып жүремін. Бұл бау енді сенікі де балам. Мынау тұрған тау да, бұлақ та, бау да бәрімізге, адамзатқа ортақ. Өйткені жер ана бәріміздің ортақ үйіміз. Саматжан, жаратқан жайған дастарханнан дәм тат. Аха. Рахмет, ата. Керемет дәмді екен. Алла разы болсын. Әумин. Ас болсын, балам. Алла ризық несібемізді молайтсын.